ақылды адамдармен жұмыс істеген қиын негізі. Халықтың ақылды болғаны керек емес. Бір қызықтан қалып қоятын сияқтысың, иә. Квизға фотоға түсу үшін келетін қыздарды білем. Біздің сыртымыздан сондай ауру кісілер бар. А, это что, на казахском, что ли? Ешқандай агрессия жоқ қой бұл жерде. Келинка Сабина кетті. Түннің бір уақытында көрсетеді өзін байқұс. Қай жерде десіз? Үкіметтен ешкімнен ақша күтіп керек емес. Не айтуға болады деп ше бұл жерде. Мен ал ең басында айтқанымды кесіп тұрсың, қазір ғана айтамын. Бірдеңе жасау керек. Не жасау керек соны енді? Неге соны жасамасқа? Неге жасамасқа? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасау керек. Сәлем достар, біз жасау керек деген подкастымызды ұзақ үзілістен соң қайтадан бастаймыз. Жасау керек деген ойлар көп болғанмен жасалып жүрген бір нәрсе бар. Ол қазақша квиз, әртүрлі атаумен, әртүрлі жерлерде енді басталып келе жатқанмен басы жасалған нәрсе. Бүгін осы туралы айтатын боламыз, және бізде бүгін қонақта енді данадан бастайын. Қазақша квизді Астанаға, жалпы Қазақстанға алғаш алып келген өзің, иә? Тестап квизінің жетекшісі. Жоқ, жаңа форматта келген. Жоқ, расымен де бір коммерциялық неге тұрақты жобаға айналдырған. Дана, великий ужасный Аршат, ғана сұрақтарын тыңдап өзімізді кейде топас сезініп қалатынымыз бар. Қасында отырған Жәнібек бір өлермен квизші қалмайды, тура Қайрат батыр. Үшеуі квиздің желеген шағып майын ішет, білмеймін, әйтеуір квиздік білмесе де қалмайды, орысшасына да барасыңдар, қазақшасына да барасыңдар. Жалпы бүгін біздегі формат ешқандай сұрақ не жоқ, сұрақ жауап ештеңе жоқ, жалпы ой салайық. Квиз жалпы не үшін керек? Менен сұрайды, квиз сағаннан боламы деп. Ну, определенно мысалға Дана үшін, или ұйымдастырып жүрген мен үшін нан болады шығар, сендерге неме керек ол? Енді қараңыз, біздің қоғамға ондай нәрселер керек. Өйткені біздің қоғамның барлығы топас емес қой. Кейбір IQ жоғары адамдар да бар. Олардың да жиналатын жерлері керекті. Бірақ мен байқағаным, біздің мемлекетке, билікке керек емес бұндай. IQ жоғары адамдар ма? Халықтың ақылды болғаны керек емес. Өйткені керек болса, бүгінге дейін бір интеллектуалдық бағдарламалар, ток-шоулар, ойындар болар еді. Жоқ, бүйтейік. Ол мемлекетке керек пе, үкіметке керек емес пе дегенге келеміз қазір. Саған не үшін керек? Маған осындай бір ортада үнемі жаттығып жүру үшін мидың өзі гимнастика ғой. Ойланудың өзі. Бізге ойланбайтын болып баратымыз ғой. Бұл ой үшін керек. Ең алдымен адамның миы жұмыс істеп тұру үшін керек нәрсе. Және саған не үшін керек? Маған ба? Менің ең басты хоббиім. Осы неше жыл болды, осы мен келесі квиз қашан болады екен деп қызығып үнемі іздеп тұрам. Біреулер сырғанақ деп, біреулер спортпен айналысады, біреулер жүгіреді, сен квизға барасың. Әр қалада бір қиял дейді ғой. Енді менің қиялымда осы квиз шынымен де маған бір рухани күш береді. По-моему, Қайрат өзінің ақылды екенін көрсетіп, басқалардың алдында былай. Жоқ, маған жеке басыма квиз ортасы керек, квиздің қалыптасып қалған, иә. Өйткені белгілі бір ойынға 2-3 күн бұрын бармаймын деп отырасың да, бірақ ойын болатын күні таңертең тұрасың да жыбырлай бастайсың. Бір қызықтан қалып қоятын сияқтысың, иә. Бүкіл достарың жиналады. Өзінің ішкі бір вайбы бар, иә. Өзінің бір әзілдері, приколдары бар. Солардан қалып қоятын сияқтымын да. Сондықтан то есть елден қалмау үшін барамын дейсің? Жоқ, ортамда қалып қойғым келмейді да. Өйткені қазір бүгінгі таңда қазақша квиздің ортасы қалыптасты ғой енді. Қалыптасты дейді, расымен де қалыптасты ма қазір квиздің ортасы? Елде дедіңіз ба, Астанада? Жоқ, Астанада. Иә, Астанада шүкір, енді тестаптың пайда болғанына 3 жыл болды. Ең алғашында тек туысқандарды жинап, достарды жинап әуре болған едік. Содан кейін осы сіздер ағалар қосылып, кәдімгідей орта қалыптасты. И орта өзі квиздің бағытын түзейді өзі. Мысалға, бір қателік кетсе бірден сын келеді. Сондықтан мен ойлаймын. Бәрі ақылды дейсің ғой. Ақылды адамдармен жұмыс істеген қиын негізі. Өйткені әркімнің сыны орынды болып тұрады да, сен соны ұйымдастырушы ретінде бәрін жасамасан кейін сын астында қаласың деген сияқты. Бірақ соның арқасында мен ойлаймын, осындай аз уақыттың ішінде біз жақсы енді дамып келе жатырмыз. Жоқ, міне қара, тестаптың 3 жыл болды кәдімгідей.
3 жылдың ішінде қаншама өзінің ортасын қалыптастырып үлгерді. Одан кейін міне бізде осы мынау қашан шығады өзі? Ертең монтаж жасақ, сол четверг күні, бейсенбі күні бізде бастайын 1 жыл болады. Ол өзі бір определенный аудитория бар, бірақ сол аудитория неге ютубта жоқ, неге телевидениеде жоқ, неге бір қызықпайды? Біз неше түрлі нәрсе көреміз. Бір суббота воскресенье күні телевидениені қоссаң, бір әншіні әр каналдан бір 5-6 реттен көріп тастайсың, айналдырып. Сол бір ән, сол бір шоу, сол бір нәрсе. Бірақ ортасында ақылды адамдардың интеллектуалдық бірдеңке жоқ. Соны білмеймін, ол мен телевидениемен сөйлескен кезде бұл типа рейтинг әкелмейді мыс. Бірақ телевидение мемлекеттен сіз бен біздің салығымызды алып отырған соң тек қана рейтингқа жұмыс істемеу керек қой ол. Менің ойым. Ағартушылық та болу керек. Мен алды ең басында айтқанымды кесіп тұрсың, қазір ғана айтамын. Бізде жалпы біз сияқты елдерде халықтың ақылды болғаны керек емес. Халықты топас халықты басқару оңай. Менің ойымша сондықтан бүгінге дейін Қазақстан телевидениесінде қазақ тілінде ешқандай интеллектуалдық бағдарлама, ойын еш нәрсе жоқ. Бұрын кездер болды, қазір жоқ. Біз қаншама рет мысалға жоба ретінде ұсындық. Мен мынандай сөздер естідім. Оған жұлдыздар қатыса ма дейді. Яғни рейтинг керек. Біз кезінде айтамыз, біз жаңадан ақылды адамдарды жұлдыз қылайық, олар тұлға қылайық. Олардың ойынша жаңа актерлар, әншілер, шоумендер, блогерлер қатысу керек. Сол кезде рейтинг болады. Жоқ, керісінше интеллектуалдықты дамытып, жаңа адамдар үлгі болатын, басқаларға, балаларға да жастарға үлгі болатын эксперттер, тұлғалар шығару керек, жақсы адамдарды. Микрофон жақындатып айтсаң. Осы жағдайда енді өз басым келетін болсам, мен жалпы мектеп кезінен бастап интеллектуалды ойындарға қатысып келем. Ол енді мектеп кезінде 21 ғасыр көшбасшысы болды. Одан кейін мысалға барлық қазақ ТВ тарихында негізінен қазіргі уақытта бір 10-15 қана интеллектуалды жоба болған шығар. Мен соны қателеспесем бір 11-іне ғана қатыстым. Бір қызығы әрбір жоба ол бір уақытта болмайды негізінен. Мысалға айтайық, хабар мысалы бір жылы бір интеллектуалды жоба көрсетсе, білім және мәдениет арнасы келесі жыл тағы бір арна көрсетеді. Мысалы өзіміз білеміз, екеуміз бірге қатысқан 100-ден жүйрік жобасы тек қана бір ғана болды. Негізі басқа жобалармен салыстырып қарасақ, оның берер несі пайдалы деп айтсам болады. Себебі көнерген сөздер бар, қазақтың дәстүрі бар, тарихы бар. Мен осы жайлы келесі жылы тағы да бола ма, осындай бағдарлама бола ма деген кезде, бұл тағы да жаңа сіз айтып өткендей рейтингке айналып келе берді. Ал 100-ден жүйрік жобасында қателеспесем әншілер де, бишілер де бәрі болды. Бірақ ол сонда да рейтинг бере алмады. Бірақ олардың интеллектінің деңгейі примерно көрініп қалды ғой. Көрініп қалды ғой, әрине. Бірақ бұл жерде әңгіме олар қатысқанның өзінде де рейтинг дұрыс бере алмады деп жатқаным ғой. Бұл бір қызық жағдай болды негізінен. Сіздің ойыңыз? Жалпы бұл адамның табиғатына сай сияқты. Мысалға біз тіпті Инстаграмға анандай жеңіл-желпі бір видео салсақ, ол охват көп жинайды. Егер бір ақылды, мысалға автордың бір сұрақтарын салсақ, ол аз жинайды. Сондай бір адамның табиғат. Өйткені мен ойлаймын, адам телевизорды, Инстаграмды демалу үшін қарайды. Ол бүйтіп қатты отырып. То есть телевидениенің заңы оған барып кіріп қажет жоқ. Жоқ, ол қажет. Өйткені олар біздің салыққа жұмыс істеп жатыр ғой. Әйтеуір 1% соған бөлу керек деп ойлаймын мен. Біз частный каналдарда шатағымыз жоқ. Олар не көрсетсе, сол көрсетсін, не айтса, оны айтсын. Біз именно біздің ақшамызға өмір сүріп жатқан телевидение туралы айтамыз. Ар шетінде түбін ешкім ойламайды. Сен өзің айтып отырсың ғой, мемлекет 10 000 теңге бөлсе де қаралым болғанын қалайды да. Кез келген телеканал оларға алып кеп интеллектуалдық ойынды салып көрсетіп, мысалы алдында айқас жобасы болды. Ютубта кіріп қарасаңыз, оның қаралымы соншалықты көп деп айта алмайсың. Ол жобаға ақша бөліп отқан канал келесі жолы ойланады, өйткені жалпы бізде мемлекет ақша берсе бір нәрсеге нәтиже күтеді әрдайым. Енді ол тек қана телевидение именно интеллектуалдық проекттер емес, басқа көп нәрсеге ақша сап нәтижесін көріп жоқ қой енді. Бірақ ол мәселе біздегі айтып отырған нәрсе ағартушылық болу керек қой оларда. Қазір бірінші маусымды көрсетті, ол аз жинады. Бірақ определенный аудитория пайда болды.
Сосын екінші маусымда оның үстінде тұрақты көрермені бар, тағы да жаңа қосылады. Сөйтіп, егер бізде бір жүйелілік болған кезде 5 жыл, 10 жыл ол үлкен нәтижесіне әкелетін еді. Мысалы, ана орыстардың «Что, где, когда»сы бар ғой, түннің бір уақытында көрсетеді өзін, байқұс. Ойынын неге салмайды ютубқа? Бірақ бәріміз өліп талып, түні бойы отырып, ұйықтамай отырып көреміз. Олардың жұлдыз ойыншыларын бәрі таниды, және олардың бәрі халық арасында. жұлдыздар. Олар жұлдыздар болған кезде олар сразу жұлдыз болған жоқ қой. Бәленбай жыл бойы бізде вот жүйелілік жоқ. Бізде бір телеканалдың басшысы қанша уақыт отырады? 1 жыл, 2 жыл, 2 жыл болды. Ал келесі келген жаңа басшы өлдім талдым, оның проектісін жалғастырмайды. Сонымен деп быт-шыт кәдімгі адамдай бәлері мұңды болды, құрыдық енді. Осы жағдайда мен тағы бір айтқым келеді. Жаңа Ресейдің «Что, где, когда»сының франшизасы, қателеспесем 2010-2011 жылдары біздің 7-ші арна сол кезде қайратып алған болатын. Ол тек қана бір сезон емес, даже бір енді осенний сезон дейді ғой, жалпы осенний сезон ғана өтеді. Оның франшизасы болды. Ол сол да сол анау «Нескучный сад» дей ма? Сол жерге барып түсірді. Бірақ ол рейтинг болмағаннан кейін оның орнына қандай бағдарлама келді деп ойлайсыздар? Қалаулым? Жоқ, Келинка Сабина келді. Келинка Сабина сол кезде ол енді сразу ол түсірді. Оның рейтингісі жоғары рейтинг берді. Дальше өзіңіз білеміз не болғаннан кейін. Одан кейін кинолар шықты, франшиза шықты. Қазір уже Нұртас Адамбайдың қайда жүргенін. Бір жағынан мынандай нәрсе бар, бізде халық ойланғысы келмейді. Оны бір мысалға интернет заманы ғой. Интернет заманында адамдар визуал ақпаратқа көбірек сенеді да. Фото, видеоға, мысалы текст оқудың өзі ойлану ғой. Адамдар тексттен қашты қазір. Ешкім ешнәрсе ойланғысы келмейді. Мысалға қара, мысалы біз бұрын дәретханаға барған кезде не істейтін едік? Біз смартфон жоқ. Біз бір нәрсе оқитын едік ең болмаса. Қазір де адамдар дәретханаға смартфонмен кіреді, бірақ оқымайды, қарайды. Ана мен бір жерден оқып едім, қазір оқитындардың емес, көретіндердің заманында. Ол сол өте жаман нәрсе, өйткені адам көрген кезде даже сараптама жасай алмайды екен да. Текст оқыған адам, жаңалық болсын, бір ақпарат болсын, текст оқыған кезде адам ойланады, сараптама жасай алады. Ал қазір мысалы TikTok бар, YouTube бар, видео көп, адамдар кім айтқанның бәріне сеніп кетеді. Яғни әрі қарай ойланбайтын ұрпақ келе жатыр. Біз сонымен күресіп келе жатырмыз негізінде қазір. Вот ойланбайтын ұрпақ қозғалысы, сол адамдарды ойландыруға шақырып жүрміз. Негізгі мақсат сол ғой. Ойландыруға шақырған кезде сен итакта ойланып жүрген адамдар келеді, әрі кетсе 100 адам, ну ладно, 200 адам бір кафенің ішіне жиналып алсың, өзің мәз болып кетесің, бұл 20 миллион адамның ішіне 200 адамды жинағаннан ол сен ұрпаққа қалай әсер етесің оны, егер сен жарыққа шығармасаң, не қылмасаң. Бұл деген әлі Дон Кихоттың бүйтіп әр круиздан кейін бір әдемі видеолар шығады, жаңа кәсіпқой фотографтар келіп фотолар түсіреді, оның бәрі негізі жарнама, адамдар көреді, круизда жүру. Мен круизға фотоға түсу үшін келетін қыздарды білем. Постоянно соның орнында жүріп, бірақ ол әдемі болып киім қыздар. Круизге бару, ол тренд болып келе жатыр қазір. Осын жалғастыра беру керек. Мен бір қызық оқиға айтып берейін. Жазда біз дайындалдық, не түсіреміз деп. YouTube версиясын түсіреміз деп. Прям кәдімгідей сызып, төгіп, бәрін сметасын, бәрін есептеп, командалар дайын, біз дайын, только инвестор келді бізге, оның себебі. Кәдімгідей осы жерде ел алдында танымал, бұрын мәжілістің депутаты болған, абыройлы, үлкен кісі келіп, прям сендерді қолдап, көріп отырады шығар өзі енді. Қолдап, не істеп, кәдімгідей двухсторонний договор жасап, прям кім әркімнің өзінің обязанности, прям қанша рекламный модуль кетеді, қанша не болады, сөйтет, бүйтет деген. Соңғы моментте инвестордың просто договордан отказался. Последний момент. Бір аптаға кезде. Это что, на казахском, что ли? Был. Я. Алеке? Қалай бұл тыныш қалды бұл дейтін қалай? Круиз, жоқ, мен осы қайдың айтпағам, осыдан кейін де айтпайтын шығармын деп жүргім. Себебі енді жер төрт бұрыш болса да бір жерде кездесеміз ғой, құрсын. Қазақша көзін жаңағы жетім бала сияқты дегеніне келеді қайтадан, иә? Жоқ, енді мысалы іздейтін орын, өткізетін орын іздеген. Сен де онымен кездестің ғой.
қазақша квиз үшін өткізбейміз деп. Ну, ол кезде бір ресторан, содан кейін қанша дау шығып жатыр, иә, Мухаряпов анау мынау, содан кейін да сөйтіп айтты ма, мен таңғалып отырмын. Представляешь, вот сондай нәрсе, ол даже соңғы міне последний моментте. Әйтпесе басында не қылса, жоқ, оның есесіне біз Астанадан біз тірнектеп техника жинадық қой. Кәдімгідей күшті студиялар бар екен, біз білмейтін, солар тауып алдық. Біз қаншама күшті жас мамандар тауып алдық, қаншама күшті реквизиторлар жоқтан бар жасайтын. Біз енді байқұсанда инвестордың ақшасын бәрін өндеп жүрміз ғой. Бәрін бір жерден арендаға алып, болмаса фанердан өзіміз кесіп жасап сөйтейік бүйтейік деп. Сон қаншама нәрсені біз үйреніп алдық, бірақ қазір не істеп. Бірақ енді түбіне келген кезде именно андай формулировкамен именно солай негізгі түбіндегі ақша беретін кісі қазақ емес. Жаңағы посредник болып жүрген, жаңа танымал аға деген ол қазақ кәдімгі не істеп. Енді маған кешірім сұрап, сөйтіп бүйтіп, маған уәде беріп, соңғы сәтте тайқып кетті, сөйтті бүйтті деген нелерін айтты. Мен енді ол кісіге де аса қатты ренжімедім, себебі оның ар жағында тұрған негізгі ақша беретін инвестор ол қазақ емес. Әлеке, жалпы шынымен мына тіл жағынан квиздағы өзекті мәселе. Негізі мына Аршекеңді көзіне мақтағандай болмайды. Осы Астанада жалпы қазақша квизді Арекең мерейлері қалыптастырды 2015 жылы. Артынан 3 жыл бұрын Дана оны жаңағы маркетингті ходқа қойып, мамандар жалдап, жаңағы басқаша бір күйге еңенді ғой. Жалпы осы өткенде мен бір өзіміздің кішігірім чатта жаздым ғой. Осы 2015 жылдан бері Астанада 30 мекен-жай ауыстырыппыз. Тіпті Арекеңмен отыр ғой, паркта ойнаған кезіміз болды, базар самғода ойнаған кезіміз болды, есіңізде бар шығар, Ареке? Оның барлығы жаңағы қазақы тілге, қазақы ортаға бір менсінбеушілікке алып келеді негізі. Ол бар, оны мойындау керек. Былтыр мына Дана ханымның бір ресторанмен болған кішігірім конфликтісі соған куә ғой. Жалпы бұл жаңағы айтып отырған телевидение, жаңа бақ өкілдері бұл негізі шынымен де кіргізу керек қой, телевидение көтеріп, олардың деңгейін көтеру керек. Ал бізде керісінше артқа тарту бар да, оны мойындау керек. Жоқ, мақұл, жарайды. Телевидениенің өзінің рейтингі бар. Жаңа инвесторлардың примерный әңгімесін естідік. Соны өстіп жылап отыра береміз бе? Не істейміз? Не істеу керек? Бірдеңе жасау керек. Не жасау керек соны енді? Жасайық та, соны неге жасамасқа? Неге квизге бармасқа деген сияқты. Осы жерде бір соны ары қарай қалай? Біз қазір ресторанный квиздің бір белгілі патологына жеттік деп ойлаймын. Одан ары қарай франшизалар беріліп жатыр ғой, мысалы, ол да жоқ. Енді бәрі франшизалар басқа қалаларға тарап жатыр. Олар да бұл патологқа келеді, бірақ Астана как идеяның ортасы ретінде бұл әрқашан жеткен кезде келесі сатын ұсынып отыру керек уже. Апробациядан өткен, қателіктерін шекесін сырбап, мынау дұрыс екен, мынау дұрыс емес екен деп. Енді не істейміз, ал Астананы айтайықшы. Келесі сатыда не болу керек? Не болу керек деп мен сұрап отырмын соны. Мен ойымша біз бағана айттым ғой, мен соңғы 2 жылда Астанадағы қазақша орта қалыптасты деп. Бірақ ол белгілі бір көмектің, біреудің көмегінің арқасында емес, сол ортаның арқасында сақталып тұр да. Өйткені бас аяқ айналдырған бір 10-15 команда қазақ тілді 2-3 квизға баратын да сол ойыншылар. Мысалы орыс тілдінің де жартысында жүретін солар. Орысша квизға барам десеңіз, сізде таңдау жетеді. Мен білетіннің өзі Астанада 15-тен асасы бар, иә? Негізі былай санаған кезде 36 болды. 36 квиз орысша, иә. Сондықтан келесі этап, бірінші этап енді 1-2 жыл жаңағы ортаның қалыптасуына кетті ғой. Келесі этап ары қарай дамыту керек сияқты. Қалай дамытамыз енді? Не жасаймыз? Бұл жағынан мысалы маған сенікі жасау керек қой деп не жасау керек? Бұл жағынан мысалы маған қазір тестаптың жасап жүрген дүниелер ұнайды. Өйткені бұл кісілер таргет жағына қарай жақсы барған сияқты менің ойымша. Өйткені сен дүйсенбі күні әлеуметтік желіні ашып қалсаң, апталарыңыз сәтті өтсін деп тестап шығып тұрады, иә. Жұма күні ашсаң, жұмаларыңыз сәтті өтсін деп. Жұмаларыңыз қабыл болсын. Таргет тестапқа көмегін тигізді. Ну, бірақ енді таргеттің де бір определенный несі бар. Менің кажется, таргет өзінің әкелетін адамын әкеп болды. Ал біз орта жинап алдық. Қанша? Бір 200 ойыншы келеді. 500 келеді ал. Апта сайын 500? Қай жерде деңіз? 100 адам жиналады. 100 адам жиналады. Ал 100 өте ақылды 100 адамыңыз бар. Олар келеді, кетеді, болды ма?
ары қарай не мақсат, не түбінде, не қайда барамыз? Сен тұқсайлауға түсем. Негізі бар ғой, меніңше мына бір қалыптасып айтты ғой жаңа Қайрекең айтқандай, алды 10 жылы арты мына соңғы 3-4 жыл болды. Солар барлығы жалпы тек Астанада емес, қазір жақсы білеміз ғой, шығыста Дарын бар, батыста Нұрлан бар, Алматыда ойыншылар бар, кеше мысалы Қызылордадан ашылып жатыр, Дана франшиза арқылы жаңағы Таразға, Шымкентке, басқа қалаларда дамып жатыр ғой. Солардың барлығының басын құрып, бір союз ба, ассоциация ма, бір нәрсе болу керек та болашақта. Және сол идеяны алдыға қарай жүргізу керек меніңше. Бізде сұмдық жаңағы идея болған, жаңағы инвестор дегеннен шығады ғой. Біз бүйтіп ойлағанбыз. Жаңа франшизалар бар ғой қалалардағы. Соны біз Жайдарман сияқты қылып тастаймыз. Иә, сондайға. Жылына бір рет бүкіл командалар Астанаға жиналады, как маусымашар ретінде, отборочный. Бәрі үлкен спорт залда отырады. Ішінен 7 командаға телеверсияға таңдап аласың да. Сосын олар бір сезонға кетеді. Қалған уақытта ол бір-бірімен араласады, әңгіме. Бұл мен үшін куиз деген бірінші кезек нетворкинг кәдімгідей. Қаншама жақсы адамдармен танысасың, қаншама әңгімелесесің. Біз қаншама проект талқылаймыз, курилкада тұрып, мысалы, бір-бірімен әңгімелесіп. Сондай не болғанда прям масштаб болатындай. Жайдарман ең бірінші фестивалінде 14 команда келген. Астанада 2005 жылы. Ең біріншісінде 14 команда. 2006-да екіншісі болды. Менің бірінші маусымашарым сол кезде болды. Сол кезде 48 команда болған. Қазір 300-ге дейін команда ойнайды. Бәрі келеді, иә? Ол жерде қаражат бір жақтан болды ма? Жоқ. Біз просто келгіміз келді. Куиз аурулар ғой. Келгеніміз вообще қызық. Ақша таба алмай бізге наебима ақша беріп бізге жолға автобусымыз қосып. Енді қазір мынандай нәрсе жасау бар ғой. Аршат сөзіңді білесіз. Демек, ойды егер аяқтайтын болсақ, сондай бір біріккен франшизаны дамыту керек қой. Иә, біріккен бір не болу керек. Ол кезде Жайдарманға 14 команда келетін кезде 3-ақ филиал болған. То есть 3 несі ғана болған. Сол кезде хабарландыру жіберіліп, адамдар өздері жиналып келді. Демек, ұйымдастырушылардың тарапынан тек қана біз выступать ететін зал болды, алаң болды. Егер біз сондай алаңды ұйымдастыра алатын болсақ, осы жерден хабарлама таратып, өз қаржыңмен кел, өзіңмен кел десе, біріншіден бұл куиздің аудиториясы өте платежеспособный аудитория. Ақшасы бар. Налар ғой міне? Жоқ, шын ғой Өскемендегі ойынға 2 рет барған. Иә, Өскеменге просто куиз ойнау үшін барып, соған қатысып не істейтін. Сондықтан соны ары қарай ойластыру керек секілді. Соны неге жасамасқа деп ойлап отыр. Бірақ шынымен шынымен де біз жаңа айтып отырсыз ғой, фанаттар бар да, куиз аурулары дейді ғой кәдімгі. Сондай аурулар бар ғой. Мысалға мен өз басым Өскеменге биыл 2 рет бардым. Түркістанға барып бір ойнап келдім. Былтыр Батыр барлығымыз Алматыға, Талдықорғанға неге, Қапшағайға барып ойнадық, иә. Ондай мысалға ұйымдастырса, яғни республикалық деңгейде меніңше келетін командалар бар. Өйткені басқа жақтарда да біздің сыртымыздан сондай ауру кісілер бар. Енді мен ауру дегенді кавычкада айтып жатырмын. Куизбен ауыратын. Сен сияқты дейсің. Мен сияқты, Қайрат Батыр сияқты жігіттер бар, қыздар. Просто соны бір басын қосу керек та. Құрметті достар, егер біз жаңағындай идея, біз егер үлкен куиз фестивалін Астана қаласында жасасақ, сіздер келесіздер ме, қолдайсыздар ма, қанша адам келе алады, командаңыз аты қандай, бізге комментарийға жазып кетсеңіздер, біз примерно білетін боламыз, кім қатыса алады, қатыса алмайды, сосын сол арқылы белгілі бір сараптама жасап, мүмкін ойланатын болармыз. Кеттік әңгімемізді ары қарай. Қайрат, ойын айтып жүрсіңіз, мен жалғастырамын. Жоқ, жаңағы сол Жайдарманның кейсі бізге бір үлгі болу керек сияқты. Шынында да негізі франшиза деңгейінде, иә, жалғыз Тестаптың ғана емес, біз Өскеменде екінші куиз ашылды, иә. Атырауда Нұрлан бауырымыз бар, Тестап бар, Бастайымның франшизалары бар. Осы франшизалардың бәрі бірігіп, бір үлкен бір фестиваль өткізу керек сияқты. Бір фестиваль болу керек та, бәрі бүкіл франшиза бір жерге жиналып өтетін. Бүгінгі таңда қазақша куиздің ерекшелігі де сонда да, бізде мынандай дүние бар да, біз бөлек кете алмаймыз. Өйткені біз ешқандай қолдау жоқ болғаннан кейін амал жоқ, ұйымшыл болуға тура келеді да. Айтпесе не выживешь? Айтпесе, иә, шынында да басқа ешқандай шанс жоқ. Сондықтан
бастайым тестапты қолдап келіп жүреді, тестап бастайымды қолдап келіп жүреді. Соның арқасында жүр негізі Астанада қазақша күйіз. Бір-бірін қолдаудың соның өзі күшті ғой, шынайы. Сонда бір үлкен бір фестиваль керек сияқты негізі. Сол жағын ойластыру керек. Давайте соны ойланайық. Тағы да бір маңызды нәрсе бар. Қараңыз, мысалға біз ересектер арасында ойнаймыз ғой. Оны көп адам келді, қазір көбісі келмейді, қазір негізі азайып бара жатыр, мойындау керек. Енді менің ойым, мысалға бүгін өте жақсы бір жаңалық болды, студенттер арасында көз өтті, жастар. Меніңше дәл жайдарман форматын алу керек, жастар лигасын құру керек, және мектеп лигасын құру керек та. Бізден кейін, мысалы біздің бәріміз ертең келе бермейміз көзға. Біз де қартайдық та. Бізден қартайдың мен келе. Біз кейінгі ұрпақ дайындау керекпіз. Ол бізден кейінгі жастар және одан кейін мектептегі оқушылар. Міне осы екеуін жасайтын болсақ, ол кезде бүкіл елге таралады. Оны универге кіргізіп, факультет аралық жарыс ретінде. Мектептер аралық, факультеттер, университет аралық. Университеттердің чемпиондарының өздерінің университетский лига деген сияқты ма. Тіпті бұған бар ғой, ешкімнен, үкіметтен ешкімнен ақша күтіп керек емес. Бұны былай да жасауға болатын нәрселер де ол. Жаның ашса, бұдан да кейін былай қарасаң, ақшалай табыс табуға болады. Сосын өзіміз түсіреміз, сосын жайдарман сияқты дискімен сатамыз. Міне сол кезде нағыз қозғалыс сол кезде басталады. Төменнен басталады. Мектептен, универден, одан кейін ересекке. Міне жалғыз шешім осы деп ойлаймын. Универ жайлы айтып өтсем бола ма? Мен жалпы өзім осы Астанадағы Қазақ агротехникалық университетін бітірдім ғой. Мен енді 2013-17 жылдары оқыдым. Енді аграка дегенде көз алдымызға біріншіден аграка сарбаздары деген КВН командасы ойымызға келеді. Осы мен де бұрын ойланатын едім, неге біздің универде мысалы айтсақ осындай бір интеллектуалдық жарыстар болған жоқ деп. Мен 4 жыл бакалаврда, 2 жыл магистратурада, мен әлі сол айналдырған 6 жылдың ішінде тек қана қазақша емес, орысша да бірде-бір интеллектуалдық ойын болған жоқ. Андай болып тұрады ғой, жас қыран, талапкер, неше түрлі шығып, болмайтын сұрақтарға жауап беретіндей, онда ешқашан да болған жоқ. Зато бізде не болды? Бізде жайдарман болды. Общагаралық жарыс болады. Факультетаралық жарыс, перваштар арасында жарыс, бітіретін арасында жарыс, бітіріп кеткендердің арасында жарыс. И потом актовый зал толып тұрады. Агрокалар талай ойнадық қой. Мысалы 7-ші общага, бірінші этаж аралық, бірінші этаждың, екінші этаж, үшінші этаж, төртінші этаж, бесінші этаж, бір-бірімен жарысып жүреді олар. До такой степени бар ғой. Кейін ойландым, не үшін сонда мен енді бір жағынан ойлаймын, енді қазақша қозғалыс деп жатыр, қазақша жайдарман маған бәрібір болатын, кім қай тілде сөйлейді, бастысы өзіміздің ана тіліміз дамысын деген. Бірақ кейін екінші орында уже сан бар, сапаға өту керек жолда мен іздей бастадым. Неге қазақша ешқандай жоқ сонда, мен баратындай, мен оқып жатырмын, білім алып жатырмын, сондай бір көрсететін орта болу керек қой деген сияқты. Сол себептен мен ТВ жобаларға бара бастадым айтқандай. Қай жерде бар мысалы, соған бара бастадым. Менің ойымша тағы да бұл жерде басқа да бір ойланатындай жағдай болу керек сияқты. Егер КВН болса, жайдарман болса, мен тек қана сіздерге осы аграканың арасында, ареалындағыны айттым ғой. Ол кез келген университетті алып қарасаң, тура сол жағдай. Тура сол, мысалы общагаралық жарыс бар. Максимум интеллектуал қызсындағы әліге бүйтіп сұраққа жауап қой, сол болды, сонымен шектеліп қалады мысалы. Шектеліп қалады. Мен сосын тағы да ойлана бастадым. Не айтуға болады деп ше бұл жерде. Неужели халыққа сондай бір өзін білетіндей бір интеллектуалды жарыстар жоқ деген сияқты ғой. Сөзіңізді бөліп жіберейін, иә? Мен жаңа Арекең айтып жатыр ғой, қолдау жағынан. Мен Арекеңнің өз жағымен келіспеймін да. Негізі жалпы мынау куиз деген шынымен де интеллектуалды орта ғой. Оны меніңше жалпы жаңа облыстарға беріп жатыр, облыстар ойнап жатыр ғой. Сол облыстың жергілікті әкімдіктерді негізі жалпы қолдау керек сияқты да. Ол былай қарасаң бокс емес, иә. Енді боксерлар ренжімесін. Қан жоқ бұл жерде, бір-бірінің басын жарып, көзін шығарып жатқан жоқ. Қандай агрессияға келдік та. Әрі кетсе мереймен ұрсады болды. Әрі кетсе мереймен ұрсады. Ешқандай агрессия жоқ қой бұл жерде. Интеллектуалды орта. Сондықтан оны жергілікті басқарушы органдар жақсы пайдалану керек та. Өйткені бұлар бір өздерімен өздері жүрген әлем сияқты көрінеді да көп жағдайда. Ол жерде былай ғой, жаңағы қайттан жайдарман кейсіне қайттан оралып отырмыз да. Жайдарман Алмас айтқандай басында 14 команда болды дейді. Ол кейін бар ғой, бұл саны ұлғайған сайын жергілікті органдар, өзі санаса бастайды. Өздері демеуші бола бастады. Иә. Сен өйткені олар көреді. Сен бірінші көрсету керексің. Сен қанша масштабын көрсетесің, мұнша адам ойнап жатыр, оның пайдасы қандай, тілдің дамуына, басқа нәрсеге көп нәрсесі бар да. Сол кезде олар өздері келеді. Қазір жиналатын 100 адам үкіметтік деңгейде ол масштаб емес. Ешкімнен ақша сұрай алмайсың. Ешкім саған бермейді де. Сен алдымен өзің жасап бастау керексің да. Міне баста мектеп лигасын құр, жастар лигасын құр, ересектер лигасын құр. Сол кезде келеді ол. Оны істейтін энтузиаст бала қайда, оның бәрін жеткізеді. Жоқ, енді мысалға басқа. Оның бәрін жаңа Мәсе айтқандай Астанадан бастау керексің. Астана шынымен бәріне эталон үлгі.
солай ғой. Соны енді жасау керек енді. Идеяларың енді қара, жасап жатыр. Міне бүгін ғана болды студенттер лигасы. Қанша команда қатысты мысалы? Келді ғой. Иә, мейлі аз болса да келді. Мысалы былтыр біз бином мектептерін жасап көрдік. Солай тексеріп көрдік, істеуге болатын нәрсе екен. Оқушылар да қызығады мысалға оған. Тек тұрақтылық керек, Иә, жүйе керек, жүйе. Иә, нақты бір команда керек, айналысатын. Сонда барлығы болады оның бәрі. Иә, оның бәрі Халима мен Данаға аманаттық. негізі шынында аудиторияның бәрі сол мектептер мен жоғарғы оқу Жоқ, орындарында ғой. менің ойымша негізгі аудиториясы сол. Жоқ, мен жаңа ғана не деген фестиваль деген вариант қайтадан келгенге отырды. Бұл сұмдық бір маркетингтік жақсы не болатын секілді. Даже если 10 команда жиналса да по республике, өтті маркетингтік жақсы ход болады, танылады. Біз кәдімгі оны 3 күндік қып жасайық. Бурабайға барса басқа нәрсемен занят қалада болу керек. Астанада болу керек. Жоқ, егер міндетті түрде Астанада болу міндет емес. Мүмкін әлгі кезіндегі блок құрылтай, жайдарман фестивальдары сияқты әкімшіліктер қолдаймыз десе, сондай бірдеңке бір жастар несі ретінде. Жоқ, мысалға біздің Абай облысында өте жақсы медицина жігіттер бар. Кәдімгідей қолдап жүретін. Бірақ білмеймін, енді интеллектуалды қолдайтын, бірақ Шығыс Қазақстанда, дарын айтыс өткізетін не жасайды. Жоқ, анандай кәсіпкер именно сондай спонсорлықпен айналысады. Сондайлар егер біздің қаламызда өткізіңдер республикалық жасайық десе, бізде ешқандай қарсылық жоқ. Кәдімгідей экскурсия жасап, өңірмен танысып, тағы да бір нәрсе. Себебі бізде бұл жердегі әлгі сен көрсет, сонайын билік сен қажет етеді деп отырсың ғой. Биліктің бір қателігі бар. Именно интеллектуальный орта өзін өзі қалыптастырып жатыр қазір. Ал егер ол еще и ақша тауып үйренсе, ешкімге бағынбайтын, кәдімгідей өте ақылды, платежеспособный, ақшасы бар, ақылы бар, тәуелсіз орта пайда болады. Содан қорқыңыз десең. Қорқу емес оны. Сонымен дос болу керек. Біз қорқытқымыз келіп тұрған жоқ, біз достық ұсынғымыз керек. Ол кезде мемлекеттің артынан біз жүгірмейміз, мемлекет біздің артымыздан жүгіреді дейсің ғой. Жоқ, мынада мойындай кетейік. Астана қаласының әкімдігі, мысалы тілдерді дамыту басқармасы болады, иә. Бұл квиздерді қолдап жүр. Шыны керек, ол неше жылдан бері Астананың 20 жылдығынан бастап әртүрлі тақырыптарда жүйе жоқ қой мәселе. Жоқ, бірақ яғни ол қызығушылық бар деген сөз. Олар ақша бере алады, көмектесе алады. Мысалы, мемлекеттік қызметкерлердің арасында, жастардың арасында түрлі квиздер өтіп жүр. Оған олар демеуші болып жатыр. Бұл жағында айта кеткен дұрыс та. Бермей жатқан жоқ. Үкіметтің де білет квиз туралы олар. Олардың пайдалы екенін, бұл шынымен нәтижелі нәрсе екенін біліп. Или біздің өзімізде бір жүйе болмай жүрме, сонымен екі жақта бір жүйелі түрде жұмыс істейтіндей. Бізде де прям қатты жыламаңдар деймін да, ондай нәрсе. Ұйымдастырушылықта идеальны болып тұрған жоқ. Жергілікті билік білет. Оған жаңа көмектесіп жатқанда айта кеткен дұрыс. Жалпы Қазақстанда өзіміз білетін шығармыз, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы деген бар. Иә, сол жайлы айтып өткім келеді. Осы жақында күзде ғана бір ақыл батыл деген жоба бар негізінен, интеллектуалдық жоба. Олар бір жақында бір жеңіп алып ұйымдастырды. Ол жақта ақша да болды, бәрі де болды. Бірақ ұйымдастырушылардың сөздеріне қараған кезде бұл интеллектуалдық жобаға көбісі басында рұқсатын бермеген. Олар әрең жеңіп алды, бірақ олар осы оқушылар сарайында 14 облыс, 3 республикалық маңызы бар қаланың бәрінің басын жинап ұйымдастырды. Кім естіді оны? Ау? Кімдер қатысты оған? Ол жерде кімдер қатысты? Жалпы ол жерде өз нелер бар, анау приложение дейді ғой, бағдарлама. Сол жерде отбор болды. Сол жерден жеңгендер шығып, интеллектуалды ойын жасап. Оны неге біз естіп, неге біз қатыспадық? Ол жағын мен соған келе жатырмын. Ақпараттың ортасында жүріп біз естімедік. Мен соған бара жатырмын. Жалпы сол ойында отбор болды, олардың отбордан келді. Жалпы сол ойынға қателеспесем, сол барысы 14 облыс, қалған республикалық маңызы бар қалалардың барлығы келіп қатысты. Айта кететін жағдай, бұл жерде жаңадан бір айтып жатыр ғой, адамдардың басын жинау керек деген сияқты. Оларға келгеннен кейін жататын жерін берді, тамағын берді. Сондай бір өздерінің нелер ұйымдастырды, турлар ұйымдастырды деген сияқты. Бұл жерде онда мемлекеттік бір қолдау бар екенін айтқым келеді. Тек қана бұл 30 жылдағы жалғыз ғана жоба шығар. Мен именно ЦПГ-дің жұмыстан көңілім толмайды. Мен де көңілім толмайды. Ішінен толған кезде енді 20 қалада 20 іс-шара өткізіп 20 миллион теңге береді. Сен бір қалада 1 миллион іс-шара өткізуің керек. Оның ішінде сен 300 мың, 500 мыңға зал алуың керек, баруың керек, сөйтуің керек, бүйтуің керек дейді.
көп жағдайда енді тексергендер қаражаттар мертвый отчеттар жабылады да. Сол көп жағдайда ауқымды жоба жасайтын кезде саған көп жағдайда отказ береді да негізінен олар. Иә. Сол интеллектуалды жоба болсын, басқа нәрсе болсын деген сияқты. Менің ойымша бұл жерде тағы да біз айналып келетін нәрсе сіздің тек қана мемлекетке ғана бағынышты болып қалмай, бір өзіміз инвесторлар іздеу керек, басқа да бір жол табу керек деген сияқты ғой. Халықтың арасына шығып халыққа айтсаң, халық келеді. Мүмкін біз өңірлерге бара алмай жатқан сияқтымыз ба, мүмкін жарнама аз болып жатыр ма, мүмкін сіз айтқандай там интеллектуалды адамдар трендте болмай жатыр ма. Бұл жерде совокупность еді ғой, жалпы барлығын есептеп алып қарау керек. Енді біз жаңа фактор аштық. Енді біз өзімізден кететін қателіктерді айта бастадық. Біраз жерге бардық, біраз мәселені көтердік. Біз біреулерді жамандап алдық, өзіміздің де кемшілігімізді көрдік. Енді жалпы түйіндік. Не істеу керек? Түйіні сол, ең бастысы жаңа мемлекетке қарамай тезистер болды ғой, осы жерде талқылаған кезде белгілі бір деңгейде фестивальдар құрып, лигалар құруға тырысу керек. Аршат айтқандай, мектеп деңгейінде, университет деңгейінде кезінде дебаттар да болды, Дәл. Мысалы, университетке келген кезде дебатқа қатысқан студенттер мен ауданның чемпионымын, облыстың чемпионымын деп келетінде, сондай бір деңгейдегі бір интеллектуалдық мен ауданның чемпионы, облыстың чемпионы дейтін балалар шығу керек сияқты. Екінші бір айтпай кеткен үлкен мәселе ол авторлар мәселесі. Мысалы, сіз орыс лигасына баратын болсаңыз, оның сұрақтардың пакетінің іші тұнып тұрған сол көрші елдің идеологиясы. Ресейдікі деп айта берші. Ресейдің жазушылары, Ресейдің тарихы, әрбір деңгейінде олардың діні, сол туралы сұрақтар келеді да. Ол да идеология. Ол да идеология. Біз мысалы орысша лигаға барған кезде үнемі айтатынбыз, сендер Қазақстанда өткізіп жатып, кем дегенде бір 3-4 сұрақ неге қоспайсыңдар? Бізде тарих жоқ па, бізде тіл жоқ па, бізде дін жоқ па деген сияқты. Сондықтан бізде қазақ тілді авторлар өте аз, қалыптасқан жоқ әлі десек болады. Сол жағынан мемлекет негізі ол жағынан да қарап көруіне болады. Өйткені қазақ тілді көзда сенің тарихың болады, сенің тілің болады, сенің дінің болады деген сияқты ғой. Қысқаша сол менде ойым. Жалпы енді осында келіп жатқандардың барлығы куиз ойнау үшін жүрген адамдар ғой. Бізге мысалы маңызды емес негізінен. Куиз қай жерде жатыр, қанша беріп жатыр, жүздегі не тігіліп жатыр. Осы жерде болады да біз шығып кете береміз. Сол себептен шығар жалпы бұл куиздің келесі стадиясы не болу керек, келесі стадиясы өзінің шығаршығы қандай болу керек деген тақырыптарда біз мүмкін бокс өтіп жатқанымыз өкінішке орай, Ал екінші мәселеге келетін болсақ, Абайдың өлең бар ғой, базарға қарап тұрсам әркім барар, іздеген не болса сол табылар, біреу астық алады, біреу маржан, әркімге бірдей нәрсе бермес базар дейді. Сол сияқты да куизға да әртүрлі мақсатпен барады, біреу жеңу үшін барады, біреу ішу үшін барады, біреу адамдармен танысу үшін барады, ал біреулер жай ғана уақыт өткізу үшін барады. Біреулер фотоға түсуге барады. Біреулер фотоға түсуге барады, міндетті түрде, Менің ойымша дәл қазіргі уақытта біз енді куиздан осы аталғанда біреу астық, біреу маржан дей ма, оған тағы да бір өзіміз қосып қана бір жаңа бір деңгейге шығарып, бір үлкен бір болашақта бір деңгейге жету керек деп ойлаймын. Мен келсем, Жайдарманда мысалға командалар бар, 10-15 жыл ойнайды. Ешқашан ешқай жерде жең көрмеген, ешқашан ешқандай бір телевизионный лигаға түсіп көрмеген. Бірақ адамға қызық та өзіне. Ана жерде жүрген, орта, жалпы келген, естеген деген. Әлі күнге дейін солардың алды 30-дан асып кәдімгі кішкентай балалар оқыған. Әлі бір жерде жұмыс істейді қатын баласы бар, бірақ Жайдарманға келеді, өздері әңгімелеседі, не істейді. Бір сондай нәрсе керек деп ойладым, түсінген. Сіз не айтасыз, Ақын? Куиздің бір жақсы жері, мен мысалға куиз болмаса, сіздер қатарлы кісілермен ешқашан бір әңгімеде, бір осы стильде отырмас едім да. Бізде отырмас едім. Бізде неге екен білмеймін, қоғамда өте бөлініп кеткен. Біз мысалға біздің ұрпақ сіздерді ешқашан оқымайды мысалға да. Сіздер, может быть, біздің ұрпақты онша қатты жолда көрмейтін шығарсыздар. Біздер жамандаймыз кәдімгі. Жастар бұзылған. Сондай көп жастар мен үлкен кісілердің арасында сондай бір не бар. Ол тіпті біздің неде де байқалады, командалардың арасына жастар келеді де, олар да кейбір сұрақтарға мүмкін қарсы болуы мүмкін. Но қанша дегенмен бұл өйстіп бір-бірін біріктіретін сондай бір алаң ретінде маған ұнайды ұрпақтың арасындағы. Өйткені қазақтар демек қойын, қазақ тілділер өте аз, Жоқ, енді біз Данахан былай қорытындылаған кезде не істеу керек? Не істеу керек? Мен ұйымдастырушы ретінде айтсам, біз ұйымдастыру жағын
жақсарту керекпіз. Ол барлығына қатысты. Тіке жасамасқа дейма. Иә, ондай емес па сұрақ? Иә, сондай ғой. Яғни мен ол міндетті білемін, бірақ мүмкіндігімше мен оны жақсартам, бірақ мен білем, егер біз шын мәнісінде анандай үлкен деңгейге жетсек, Аршатаға айтпақшы, инвесторлар өздері келеді, бірақ оған надо заслужить. Мен сөйтіп қабылдаймын да. Мысалға, ну пока не заслужили. По чуть-чуть заслужили. Мысал үшін жаңағы айтып атқан студенческий квизді жастар рухы, Аманат партиясындағы жастар рухы тапсырыспен жасады. Ол да мен үшін қызық. Олар өздері келді, мен барып айтқан жоқпын, өздері сұрады. Ол да бір жетістік. Сондықтан мен ойлаймын, біз тек не істемейсің, айтпақшы сіздердің ұрпақтарыңыздың бір жақсы емес, бір қасиеті өте сынайсыздар да, сіздер жақсы жағын өте аз айтылады, жақсы жағы. Біз 90 жыл өмір сүрген ұрпақ. Иә. Ол жақсы да. Біз түк көрмедік қыз. Иә. Ал егер мысалға қазір мына жастар рухына рахмет, жаңа сіз айтып отқан нелер рахмет десек, біз де көріп отырамыз, бір қозғалыс бар екен деген сияқты. Мысалға мен жаңа естіп отырмын, акимат қолдайды деген. Мен өзім априори акиматқа өйтіп тіпті ұсынып көрмедім, өйткені мен ойлаймын, ой, ол жерде қиын деген сияқты ше. Ал қазір мен ойлап отырмын, значит диалог жасауға болады деген сияқты. Сондықтан жақсы нәрселер айтылуы да керек, және сын да айтылу керек. Яғни оны анадай ақ-қара деп емес, бір-бірімізге как партнер, серіктес. Соны жасау керек дейсіз ғой. Мен бір нақты жауап алмай қойдым. Біз жасап жатырмыз, сіздер жасап жатсыздар. Мысалы, мына подкасттың өзі, сіз болмасаңыз, квиз туралы кім осы уақытқа дейін ешкім подкастқа шақырмады. Яғни сіз оны трендке айналдырып жатсыз. Біздің өзіміздің подкаст студия қажет қылсаңыз апта сайын жиналып тұрады. Тек квиз туралы. Енді ол сұранысқа қарай көресіз ғой. Сондықтан өте жақсы қозғалыс бар. Бір адам көрсе де түсіре береміз. Көреді барлығы. Жақсы, ойыңыз түсіндік. Жәнібек. Мен енді жаңағы бір қосымша тағы да айта кетейін, шынымен де Қайратпен келсем, бізде бұл квиз қазақы орта, бірақ ол жаңағы ішіндегі тілді бар, салт дәстүрі бар, ұмытыла бастаған сұрақтардың ішінде солар келеді. Яғни оны жаңағы дан айтпақшы, кейде бір болады, жас балалар келеді, ішінде 20-ға толмаған квизге ойнауға келеді, олар білмейді. Бірақ солар жаңағы квиз ойнау арқылы дамып жатыр, алдыға жүріп жатыр, танысып жатыр, Сондықтан бұл жерде шынымен де мемлекеттік идеология болу керек. Квиз қазір біз осы бір 100 адам ойнап жүрсе, Астананың өзінде, негізі ол жалпыға көбірек тану керек та. Өйткені оның ішінде шынымен де идеология жатыр. Біздің жаңағы мен өз басым телевизорды көрмеймін, не жыл болғанын білмеймін, көрмеймін, қызықпаймын да. Маған мысалы бір жаңағы әншілер ренжіместен, әнші бір нәрселер ұнамайды. Олардың маған, олардың жаңағы інісінің, болмаса әйелінің бір нәрсесі маған қызық емес та. Оны мен неге оған қызығуым керек. Маған жаңағы тіл қызық, маған салт дәстүрі қызық, маған көне сөздері қызық. Ал ол маған ғана қызық болмау керек, менен кейінгі ұрпаққа да қызық болу керек та. Ал оған қызық болу үшін осындай орталарға келу керек та. Сондықтан бұл жерде жаңағы енді біз жағындай болмайық, дегенмен де қалталы адамдар осыған ақша салу керек та. Ол көріп отырмыз ғой, ешкім ақшасын ана жаққа алып кетпейді. Неге осыны дамытуға үлес қоспасқа? Неге мемлекеттік жаңа телевидение, біздің налогқа өмір сүріп жатқан телевидение, олар неге осыған атсалыспасқа? Соны неге жасамасқа? Соны неге жасамасқа деймін да? Жасау керек. Ал жағында Арекемен келсем, біз мысалға 40-тан кейінгілер уже келмейді. Көп адам ойлайды, біз квизге барсам өзімнің топастығымда көрініп қалады. Мен топас екенімді басқа бір біліп қояды дейді. Топас екенін итакта әлеуметтік жерден көріп көріп отырмыз ғой, бірақ ол ана жақтағы 100 адамға тағы да көрсетіп қоямын деп ойлайды да. Сондықтан жаңағы студенттерге, мектеп жасындағы балаларға дамытып, сол арғай лигалығаға бөлініп алып кету керек. Бүгін біз өзіміздің жақсы жақтарымызды, кемшіліктердің бәрін көрген сияқтымыз. Жақсы ойлар айтылды. Бәріңізге рахмет. Енді біздің қазір тоқтап тұрған жеріміз, біз квиз қазір кафедегі, ресторандағы сол деңгейдеміз. Енді жаңа бүгін жақсы ойлар айтылды. Оның біреу жайдарман, оны ешқандай ұялмай осы кейсті алу керекпіз. Және дебат. Жастар арасында осы екі жолды алатын болсақ, ары қарай бұл қозғалыс одан сайын дамиды. Рахмет. Мен бір ауыз қорытындылайын. Біз қазір көбінесе идеологияға сүйейміз да, именно квизді. Бұл қазақ тілінің ортасы ғой, бұл қазақ тілін дамытып жатыр ғой, бұл қазақтың дәстүрін жаңғыртып жатыр ғой, тарихын сөйтіп жатыр ғой деп. Менің ойымша ең бірінші нәрсе, біз бұған как бизнес модуль ретінде қарауымыз керек. Түбінде маған пайда әкелетін, сондықтан дәл қазір мен инвестиция сала алатын деген.
инвестиция деген ол не только ақша ғой, сенің уақытың, миың, ұйымдастырушылық қабілетің, қаншама еңбегің, соның барлығын. Егер бізден сондай, енді біз әлгі біз идеологиялық, патриоттық, аянышты, ақша сұрайтын настройдан біз бизнес модульдік настройға өткен кезде бұл дамиды деп ойлаймын. Соны енді жасау керек. Осындай жасалған күндерде кездесейік. Егер сіздерге бұл подкаст қызық болса, лайк басыңыздар, астыға пікір жазыңыздар. Мүмкін тағы да жиналып, ары қарай айтылмаған ойларды сізбен жалғастыратын боламыз. Келесі кездескенше. Неге соны жасамасқа? Неге жасамасқа? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасау керек.